Мәдениет, қоғам мен адам арасындағы рухани байлықтың қазығы. Біз сіздерге осы саладағы ең маңызды жаңалықтарды баяндайтын боламыз. Сіздермен бірге мен, Әйгерім Толымбек қызы, біздің түсірілім тобымыз Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Абай операсы, көне классиканың заманауи қырлары. Арман балалар ансамблінің армандары орындалмақ. Абай қойылымы еліміздің музыка саласындағы тың жетістіктің мәңгілікке сақталатын қазақтың құнды операсы. Туындыны жарыққа шығаруда үздік шеберлер жұмыс жасады. Бас партияны орындаушы біздің түсірілім тобымызға арнайы сұхбат беріп, ұлы ақынның образы жайында сөз етті. Дирижер Алан Бүрібаев Абай қойылымына өз тарапынан бірнеше өзгерістер енгізді. Ажар рөлін сомдау бақты Белканто патшайымы және қазақстандық жалғыз гранд опера солисі Майра Мұхаммед қызына бұйырды. Өнер иесі кейіпкері туралы пікірімен бөлісті. Сондықтан да маған ұнайтын жері мынау Ажар мынандай үлкен жасты емес, жас қыз. Сондай махаббатқа деген, еркіндікке деген құлшынысын сол музыканың ішінде болу керек. Сондықтан жаңағындай созы, мысалы, жа деген жерлер, сосын сразу жаңағы пианоға кететін жеріміз. Сондай бір балалық жақсылық лептің бар екенін сол музыкадан да көрініп тұрады. Әлемге әйгілі опера орындаушысы Ажар партиясын ерекше мақтан тұтады. Айтуынша, кейіпкердің бойында асқан сұлулық пен жігерлі ермінезлік қасиет бар. Тенор иесі Жан Тапин Айдар партиясын талай рет сомдаған, және бұл оның ең сүйікті рөлдерінің бірі екен. Ешқашан ұмытылмайтын партия. Қашан оятсаңыз да, қашан мені сұрамасаңыз да, осы Айдар партиясын түні болсын, күні болсын айтып жүретін партияның бірі. Өйткені енді ұлы Абайымыздың енді тарихи өзі ерекше фигура ғой, бұлай қарас, образ Абай. 2000 жыл бұрын сақтың көшпелі тайпалары екі шекті музыкалық аспапта ойнаған екен. Бұл археологиялық зерттеулердің нәтижесіндегі пайым. Аталмыш аспап бүгінгі күннің домбырасына ұқсас келеді. Жалпы, домбыра жасау барысында барлық математикалық пропорция ережелерін сақтау керек. Тек сонда ғана дыбыс таза шығады. Ал аспапта ойнау ғылымды зерттеумен тең өнер. Біздің түсірілім тобымыз Арман балалар ансамбліне қонаққа келді. Дәл қазір менің артымда жақында болатын сайыстарға қызу дайындық жүріп жатыр. Ендеше ішіне керек, балалар бізді күтіп қалды. Мамама келді. Газеттен оқып, мамам осы жерге мені әкелді. Домбыра деген қазақтың ұлтының аспабы. Содан мен домбыраны таңдадым. Менің ең сүйікті туындым қандай дейсіз бе? Бұл мен үшін қиын сұрақ, өйткені маған көптеген шығармалар ұнайды. Мәселен, Хафиз деген домбырада ойналатын өте әдемі үні бар туынды. Шәкіртсіз ұстаз жетім, сондықтан да білімді де білікті мамандар балалардың өнерін шыңдап, бақтарына ашуға бар күштерін салуда. Басты себеп алдағы күндері өтетін халықаралық шаттық байқауы. Нота әдісі жоқ, тек қана слух, ритм, память дейміз, оны мен тез арада үйретіп шығам. Балалар ондайды тез орнына қабылдайды. Тек қана ән айту емес, сонымен қатар ала жаса біз әлі де күй өнерін көрсете аламыз. Біздің түсірілім тобымыз ансамбльдің шығармашылығын өз назарында ұстамақ. Талантты балаларға тек сәттілік пен жетістік тілейміз. Мәдени өмірдің қызығын қалт жібермейтін өнер сүйер қауым назарына мәдени іс-шаралар туралы хабарландыруды ұсынамыз. Алматы қаласындағы театр сахналарында Откровение 2016 халықаралық фестиваль өтуде. Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры қалың қауымды Аққу көлі балетіне шақырады. Қостанай облыстық тарихи өлкетану мұражайының суреттер галереясында Георгий Соковтың жеке көрмесі өтуде. Біз сіздерге мәдени өмір мен өнер әлемінің тыныс-тіршілігін баяндаймыз. Бағдарламалардың толық нұсқасын 24 KZ сайтында көре аласыздар. Ендеше келесі кездескенше жақсы.